Баршаңа сәлем. 5-ші сынып математикасының 4-ші тоқсанына арналған бірінші БЖБ-сі екінші нұсқасын талдап көреміз. А деңгейі. А деңгей. Сонымен 4 тапсырма. Ал ендеше бастайық. Кестені толтырыңыз дейді. Ондық бөлшек түрінде берілген болса, біздер оны пайыз түрінде жазуымыз керек, және жай бөлшек түрінде жазуымыз керек. Пайыз түрінде берілсе, керісінше, осылай кестені толтырып шығамыз. Енді 0,148 деп тұр. Оны біздер 48% деп жазамыз. Ал жай бөлшек түрінде болатын болса 100-ден 48, 0,100-ден 48 деп айтып тұрсыңдар ғой, сондықтан 100-ден 48 деп осылай жазылады. Енді қысқартсақ болатына 4-ке 12 болады, мұнда 25 болады. Арғарай қысқармайды, осылай қалады 25-ден 12 болады. 52%-ды 0,100-ден 52 деп жазсақ болады. Сосын 100-ден 52 дейміз бөлшек түрінде. Оны тағы да 4-ке қысқартамыз, 25 және 13 болады. 20-дан 17. Енді бөлімінде 100 болу үшін біздер алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз, сонда 100-ден 85 болады. Сонда 0,100-ден 85 жай ондық бөлшек түрінде болады, және пайыз түрінде 85% деп жазылады. Келесі табыңыз дейді 175 санының 20%. Енді 20% ол 100-дің неше бөлігі, соны тауып алайық, ол 100-ден 20 деп жазылады, және оны қысқартсақ та болады, 5-тен 1 болады. Сонда санның пайызын табу үшін біздер оларды көбейтеміз бір-біріне, яғни 175-ті 5-тен 1-ге көбейтеміз. 175-тен 5-ті қысқартсақ болады, мұнда 1 болады, мұнда енді бағанда бөліп көрсеңдер де болады, немесе 3 және 5, 35 болады. Сонымен бірінші есеп осылай шығады. Екінші есеп тура солай. Санның пайызын табу үшін 70-ті көбейтеміз 130-дың біздер бөлшек түрінде жазылған түрінде, яғни бөлік түрінде, сан түрінде жазылғанына. 130% ол 130 бөлінген 100 деп бөлшек түріне айналдырып аламыз. Және нөлдер қысқартсақ, 10-нан 13 болады. Сөйтіп 70 көбейтілген 10-нан 13 деп жазылады. 10 мен 70-ті қысқарсақ 7 болады. Сөйтіп 7-ні 13-ке көбейтсек 91 болады. Сонда 70-тің 30% ол 91-ге тең. Міне осылай жазылады. Әрі қарай 60% 12-ге тең санды табыңыз. Ондай кезде былай жазамыз енді. Санның пайызын тауып отқан жоқпыз. Санның өзін тауып отырмыз. Яғни 100%-ның өзін тауып отырмыз. 60% 12-ге тең болса, 100% нешеге тең? Сұрақ. Олай болатын болса, 100-ді көбейтеміз 12-ге және бөлеміз 60-ға. Мына нөлдер қысқартып жіберейік, сосын 12-ні 6-ға бөлеміз, 1 болады, 2 болады, 10-ды 2-ге көбейтсек 20-ға тең болады. Сонда 20 санының 60% 12-ге тең болады. Айман бірінші күні кітаптың 28%, екінші күні барлық кітаптың 42%, ал үшінші күні қалған 120 бетін оқыды. Айман екінші күні қанша бет оқыды? Оны былай жаза аламыз. Бірінші күні 28%-ын оқиды, екінші күні кітаптың 42%-ын оқиды, үшінші күні 120 бет. Енді мұна жерде қазір пайызын жазамыз, ал мұна жерде 120 бетін оқиды. Олай болатын болса, мұнаның барлығын бізде 3 күн 100% деп жазамыз. Бірінші, екінші күні 70% болады екен қоссақ, 30%-ын үшінші күні оқиды. Сонда үшінші күні 30% 120 болады да, ал 28 екінші күні сұрап отыр бізде. 42 ол белгісіз неше бет екенін жерге былай жазамыз. Сонда 42% бізде белгісіз неше бет екенін, бірақ 30% ол 120 бет болады. Олай болатын болса, екінші күні табу үшін біздер 42-ні 120-ға көбейтеміз да 30-ға бөлеміз. 42 көбейтілген 120 бөлінген 30. Қысқартамыз, 4 болады, 1 болады. Сөйтіп 42-ні 4-ке көбейтсек 88 және 162. 168 бет оқыған болады екінші күні. Міне осылай болады. Мына жерін жауабы деп жазып қойсаңдар болады. екінші күн
168 бет деп. Міне осылай каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңдар болады.